Дариға Басыбаева Петропавл қаласындағы Назарбаев зияткерлік мектебінің оқушысы. Ол бар болғаны 14 жаста болса да сұрапыл соғыстың не екендігінен хабардар. Тарих төрінен орын алатын оқиғаның басы қасында оқушының қос атасы да болған. Мен қос майдангердің ұрпағымын. Бала күнімнен Ұлы Отан соғысы туралы естіп, біліп өстім. Менің отбасымда әкемнің де, анамның да аталары соғыс ардагерлері екенін мақтанышпен айта аламын. Аталарым Сатыбалда Алиұлы және Мырзағұл Сүлейменұлы елі үшін шайқасқан батырлар. Анамның атасы Мырзағұл Сүлейменұлының фотосуреттері жоқ, және ол кісі туралы ақпарат өте аз. Бірақ оған қарамастан менің атамның кім екендігін, қандай ерлік жасағының туралы білемін. Қуанышқа орай, әкемнің атасы туралы Сатыбалда Алиұлы ақпараты өте көп. Тек хаттары болмағаннан өкінеміз. Отбасы Мырзағұл Сүлейменұлы туралы тың ақпараттарды жию үшін Ресей Федерациясының ішкі істер министрлігінің мұрағаттарына сұрау жіберген. Батыр ата жайлы тек Сталинград жанындағы шайқаста өзінің ержүрек екендігін көрсеткені, 2 рет жарақат алғаны, ерлігі үшін медалімен марапатталғаны және соғыстан кейін бірден қайтыс болғаны ғана белгілі. Қуанышқа қарай Дариғаның әкесінің атасы Сатыбалда Алиұлы туралы ақпарат баршылық. Майдангер солтүстік Қазақстан облысы Давыдовка ауылының тумасы. 12 қыркүйек 1942 жылы Майданға кеткен. Біздің атамыз 215-ші атқыштар батальонында соғысқа кірісіп кеткен. Енді біз жас кезімізде сұрағанда атамыздан соғыс туралы, ол кісі соғыс туралы көп айтпайтын. Өйткені біз ойлаймыз, сол соғыс жылдары есіне алу қиын болған шығар деп. Тек қана айтатын, керемет шайқас болды, мен көп жолдастарыма айырылып қалдым деп көзіне жас алып, сондай есіне айтатын. Біз соғысқа, Майданға, соғысқа барғанда, шайқаста болғанда бірақ нәрсені ойлайтынбыз. елімізді қорғап қалу ғана ойымызда болады. Қарт майдангер сұм соғысты жиі есіне алғысы келмейтін. Оның себебі айтпаса да түсінікті. Бәлкім бейбіт өмірде қан шайқасты айтып, ешбірінің көңіліне қаяу түсіргісі келмеген болар. Сатыбалда атаның соғыста жауынан именбей қақтығысқа шыққанына мына тізілген медальдар куә. Жіпке тізілгендей болып, майдангердің ел үшін күрескендігін көрсетіп тұр. Соғыс аяқталған соң ішкі істер органдарында қызмет еткен. Ұзақ жылдар бойы адал қызметпен үлгі болғаны себепті балалар да осы жолда таңдаған. Майдангерді отбасы өте бауырмал кісі болған деп еске алып отыр. Менің әкем қарапайым болды. Адамгершілігі мол болды. Бәріне туыстарға көмектескісі келді. Жақын тартты. Айтушы еді, 3 жанұя тату болыңдар. Менің апам, інім бәрін туыстарды, бәрін жинап, жанында болыңдар деп айтты. Бізге әрқашан айтушы еді, адал болыңдар, тәртіпті болыңдар. Тәртіп болған жерде әрқашанда жетістік болады, айтушы еді. Дариғаның үй іші тек 9 мамырға қарсы ғана емес, жиі аталарының ерлігі туралы сыр шертуден жалыққан емес. Кейде тың деректердің көптігі сонша уақыттың қалай өткендігін байқамай қалатын көрінеді. Отбасымның маған соғыс туралы көп мағлұмат бергеннің арқасында бейбіт өмірдің қаншалықты бақыт екендігін түсінем, бағалаймын дейді зияткер оқушы. Соғыстың қыстың ызғары бойымнан кетпей боп сырқат. Емендей жалғыз қыздағы айналыға болдым жат. Қайсарлықпен сыр бермей, отырмын қара биікке. Ұшқан құсқа тау көлбей, қиялда жортқан киікке.